Достар, бұл видеоны бастамас бұрын Stars каналында сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл каналда әр түрлі механизмдер және меню ойындар таба аласыздар. Сілтемесі достар төменде. Бірнеше әлем достар, мен Ройс және де достар, бүгін бізде жаңадан шыққан капитальный игра убийца продавить боламыз, то есть Murder. Және де Николай басқармаға тіркелмеске достар, ал біз бастаймыз. Достар, міне бізде ойын басталған деп жатыр, және де мен бәрін достар түсіндіріп жіберейін. Ойында бірінші айтқанда екі жақ болады, наоборот, үш жақ болады. Біреуі полиция, біреуі невиновный, то есть ол тұрғындар, мен тұрғынмын, например, қазір, және де бірінші айтқанда қаншер, убийца. Шериф, бірінші сөзмен айтқанда қаншерді тауып өлтіріп тастау керек. Ал қаншер шерифті өлтіріп тастаса, шерифтің қаруын, то есть тауып алып, бірінші айтқанда шерифтің қаруын жай адамдар тауып алып, онда убийцаны өлтіріп тастау керек. Ал убийцаның цели бірінші айтқанда бүкіл о сияқтағы игроктарды өлтіріп тастау. Және де бұл ойын, короче, внимательностьке қарайды. Так, уже бірінші адамды өлтіріп тастады. Маған кажется, мына қара чувак или фак. Емес пе? Чөт қорқынышты, және де менде FPS азап құлап жатыр, кешірім сұрайым. Да ёпта, ой, болды. Көріп тұрғандағындай уже бірінші победа, білмеймін, тез бітіп қалды ойын. Короче, убийцаны тауып алды. Онда достар келесі ойынға кеттік. Достар, міне бізде ойын басталды. Так, мен тағы да обычный жительмін. Так, нағыз әлі не қарап тұр? Правиланың ойынның правиласын қарап тұр. Так, тих, желеп. FPS құлай берді ғой. Мен бұл видеоны достар 60 FPS-ті шарқым біліп бір сондықтан. Опа. Тих. Каз, қарау керек бұл жан жағымызға, а то көптеген нәрселер мүмкін. Және де мияқтазда пранковать етуге бар, например, көп игроктар бүйтеді. Шрифті алады да, қорқытады, типа қастарына жақындайды, тиіседі, биттеріне секіріп. Ол кезде, конечно, шериф деген оларды убийца деп ойлайды, атып тастайды. Ал шериф деген невиновныйды атып тастаса, оны бірінші айтқанда өзін де өлтіріп тастайды. Ну, типа, ойынның сондай бірінші айтқанда правилалары. Так. Бір адамды өлтіріп тастады тағы да. Ол бірінші өлген адам. Так. Детективті өлтіріп тастады. Так, то есть шерифті. Бұл достар мини-играны көбісі. Ай, фак. Шошып кеттім, кешірім сұрайым. Білдім осы қыз екен, что-то ойынның басына подозрительный болды да. Жарайды, ештеңе етпес. Давай ойынды достар до конца қарап тастайық. Так, тағы да бір минус. Так, Марио ұйықтап тұр мұнда. Ну, просто прикол в том, что мындай вот ойынды бұлар стелспен ойнамайды, сразу PvP басақ бітеді, ұрып. Он керек емес ондай. Маған кажется, бұл ойындар бірісін айтқанда өзіңді шынымен біреудің денесінде болып есептеу. Мен бұл ойында өте көбірек жеңген болатым, және де бірісін айтқанда өте көбірек жеңілген болатым. Сондықтан, ну так айтып тұрғаным, мына қыз читер ма или ішінде тұрған адамды ұстаған сияқты бұны күтті ма? Или шынымен читер ма? Так. Кімдер қалды? 4 игрок қалды, бәрі что-то АФК жетіп тұр. Ну, давайте ойынның соңында не болатынын көрейік. Үш адам сразу тупикта тұр, Карл, тупойсыңдар ма, түсінесіңдер ғой, уже бәрі келер екен. Давай, жатқызып тастап көрейік. Оп, бітті. Ну, маған кажется, читерсің. Опа, міне достар. Жоқ, мынаң баш самай, тупой. Қандай вообще метки емес ада. Болды. Достар, біз жеңдік, то есть, бірісі айтқанда шерифтер жеңді. Так, кім герой болды? Герой Кламфи, мына жігіт. Окей, менде бір рет только герой болып көргенмін, ал бізде уже келесі ойында басталып қалды, не уже. Және де достар, бұл мини-играны сіздер CSGO, немесе Garry's Mod деген ойындарда байқауларыңыз мүмкін, то есть, бұндай да ойындар болған болатын. Так, мен тағы да, бірісі айтқанда, житель. Және де достар көрейік не болатын. Мүмкін мен келесі ойында уже убийца болам. Так, мен прям эпичный моменттарды достар сізге түсіргім келіп тұр. Прям жесткий моменттарды.
Ёлки-палки, бәрі біртіндеп жыртып отырған сияқты ғой. Маған кажется, мынау міне, по-любому. Мынау вообще қорықпай жүгіріп жүр. Осы по-любому. Аңдиық. Анау. По-любому сол қазір. Оны мен ұстап аңдып деген тауып алам осы кейін. Білдім ғой, черт. Ну, окей, достар, тағы да бір рет ойнап көрейік. Достар, міне бізде жаңа ойын, және де мен. Достар, мен деген убийца болып шықтым мына жақта. Так. Достар, өмірімде бірінші рет. Окей. Так, кім? Опа. Қазір адамдарды біртіндеп углға апарып ұстау керек. Айтып қоймау керек, чтоб мен убийцамын, а то адамдар потом мен деген тауып алады да. Өлтіріп тастайды. Просто так. Бір минут уже өтті ме әлі, бірде-бір килл жасаған жоқпын. Жоқ, интернет қатпаш, пожалуйста. Окей, бәрі нормально. Так. Надеюсь, достар мен екенін айтып қоймайды бұл жігіт. Привет. Анау жоқ, анау біліп қойды, что мен убийца екенімді. Жоқ. Фак. Так, жайлап ойнау керек. Түсінгендеріндей. Да черт! Менде қатып отыр как. Так. Так. Лукты мына қыз алып кетуге тырысады, бірақ мен оны ұстап алдым. Жоқ. Охо. Так. Достар, олар қазір лукты іздеуге барады. Бірақ менде кешірім сұраймын, интернет кәдімгі жестко қатып отыр. Жоқ. Блин, менде прям интернет подвел меня, серьезно, черт. Но достар, бізде бүгін осындай қысқаша серия болды. Сонымен бір сөйтіп айтқанда пилотный. Достар, короче, бір сөйтіп айтқанда бұл ойын, достар, сіздерге ұнаса неге лайк басып арнаға тіркелмеске. Ал сіздермен болған мен Рейс. Бәріне пока-пока. It's just an